Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа өте пайдалы десерт жасағалы отырмыз. Оған керекті заттар құрма. Құрманы білесіздер, оның құрамында өте көп витаминдерге бай, адам ағзасына өте пайдалы. Және де азырақ банан керек. Бананымызды аршып аламыз. Қолданардан алдым. Холодильникке немесе морозильникке қойып қойсаңыздар болады. Қазір бір неден жасайын, бір бананнан. Бананды майдалап турап аламыз. Осылай турап алдық. Міне бананымызды осылайынша майдалап турап алдық. Енді құрманы ішіндегі дәндерінен ажыратып аламыз. Құрмамызды осылай дәнінен ажыратып алдық. Енді бәрін блендерға саламыз. Блендерға салып аламыз. Енді оның үстіне құрмамызды саламыз. Бәрін араластырып аламыз. Егер де кейбіреулер сүт қосқанды ұнатады, сүт қосатын болсаңыздар, азырақ сүт қойсаңыздар да болады. Егер де қажет емес болса, онда қоспасаңыздар да болады. Біз азырақ сүт қосамыз. Не дайын болды. Енді оны ыдысқа салып аламыз. Міне бір бананнан, азырақ құрмадан осындай десерт пайда болды. Өте пайдалы, дәмді, қантсыз, пайдасы өте зор. Таңғы асқа ішсеңіздер болады. Балаға, кішкентай балаларға да берсеңіздер де болады. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.